Уақыт өте келе күннен күнге әлемнің түкпір-түкпірінен беймәлім жаратылыстардың көрінгені туралы ақпараттар пайда болуда. Әлдекім балық аулау кезінде көлдегі құбыжықты байқады, әлдебіреу үйінің ауласынан үлкен аяқ іздерін тапты. Дегенмен біз ондай оқиғаларға сенбей күліп қараймыз. Әлемде қалжыңбас адамдар аз емес. Келесі видеолардың авторларының қолында камера болған жақсы болды. Олар құбыжықтарды камераға түсіріп алды. Ғалымдар бұған оңтайлы жауап бере салатын шығар, бірақ та олар ғылымға таныс емес жаратылыстардың бар екенін мойындау керек. Сонымен бұл камераға түсіп қалған тылсым жаратылыстар. Кеттік. Япониядағы цунами болып жатқан кездегі белгісіз жаратылыс. 2011 жылдың 11 наурызда Японияның солтүстік шығысында 9 балға жеткен жер сілкінісі болды. Ғалымдардың пайымдауынша мұндай қатты жер сілкінісі әлемнің бұл түкпірінде 600 жылда бір-ақ рет болады. Жер асты дүмпулерінен 9 метрлік цунами пайда болды. 560 квадрат метр жер су астында қалды. Көптеген ғимараттар қирады. 16 мың адам қаза тапты, тағы 2 мың адам жоғалып кетті. Апат аяқталғаннан соң желідегі видеоларда ғажайып, ешқандай жануарға ұқсамайтын аң пайда болған. Ол шын болуы әбден мүмкін, өйткені ғылымға танылмаған мыңдаған теңіз жануарлары бар. Исландиядағы алып корт. Ежелгі Исландия аңыздарына сенсек, бұл теңіз жыланына ұқсас құбыжық Лагарфлjót көлін мекендейді. Ең бірінші рет мұны 1345 жылғы деректерде атап өткен. 2012 жылы бір исландиялық қызығушы оператор суда жүзіп жүрген аңды видеоға түсіріп алыпты. Күмәншіл скептик адамдар бұл тек қана балық аулау торы деп санайды, бірақ соңында олар бұл жай ғана қарапайым нәрсе емес екенін мойындады. Ежелгі құбыжық болуы мүмкін нұсқасында жоққа шығармау керек. Қытайдағы белгісіз құбыжық. 2015 жылы Қытайдағы Шэньчжэнь қаласына жақын су қоймасының қызметкерлері су ағатын арықтан ғылымға таныс емес жаратылысты тауып алды. Абдыраған, ойланып қалған жұмыскерлер аңды темір торға қамап қойды. Өзіңіз көріп тұрғандай оның тырнақтары ұзын, терісі жүнсіз. Өршелене тордан шыққысы келген аң шығуға тырысып бірнеше тісін сындырды. Жергілікті тұрғындар ұсталған аңды қытайлық фольклор аңызындағы су құбыжығы деп санайды. Ал басқалар оның судың ластануынан жүні түсіп қалған малайский аю деп ойлайды. Әзірше ешкім оның не екені және қайдан шыққаны туралы нақты жауап айта алмады. Ұшатын макаронды құбыжық. Келесі жазба 2015 жылдың маусымында Ангола жағалауына жақын теңіз мұнай өндіруші мекемесінің мұнайшыларымен түсірілді. 1278 метр тереңдікте дистанционно басқарылатын су асты құрылғының объективіне қандай да бір фантастикалық тірі ағза камераға түсті. Мұндайды ешқандай да биология кітабында кездестірмейсің. Бұл пастафарианство дініндегі тәңірін өте қатты ұқсатады. Ұлттық британдық океанографиялық центрінің сарапшыларының ойынша, бұл сифонофораның бір түріне жатады. Колония болып тұрады, яғни организмдердің жиналып топталып тұруы. Мұндай колониялар үлкен көлемге дейін бара алады, ұзындығы 20 метрге дейін. Ал бұдан басқа ғылымға мәлім нәрселер жоқ. Ненген, осы соңғы 20 жылда Японияда Антарктика суларын мекен ететін өте алып гуманоидты жаратылыс туралы сыбыс жүр. Олар ненген атауын алған, жапон тілінен адам деп аударылады. Ол ұзындығы 30 метр, аяқ-қолдары беткелбеті адамға ұқсас аппақ жаратылыс. Киттерді басқару және зерттеу үкіметтік комиссия кемелерінің экипаждары бірнеше рет көргендері туралы айтылады. Бірнеше жыл бұрын полярлы экспедицияның су астындағы құбыжықты камераға түсіріп алған жазбасы жарияланды. Видеоның авторы өзінің есімін атағысы келмеген соң, көбісі мұны монтаж, фейк деп қабылдады. Видеоның сапасы да жаман. Бұл жай ғана ақ кит немесе алпысқат болуы әбден мүмкін екенін ескереміз. Осымен біз аяқтаймыз. Ұнаса лайк басуды және жазылып кетуді ұмытпаңыздар.